Сағатбек Ернұр, менің тәтейім. Мен ұстазым Ұрсалды апайдың тек білімділігіне ғана емес, дархан мінез даланың жазылмаған заңдарынан аттамайтын тектілігіне осы кезде тәнті боламын. Бала кезде не біліппіз. Бірақ ақылды апайымыз балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп тәрбиенің үлгісін үздіксіз көрсете берген екен. Соның көбін бүгінде ес тоқтатып, еңсе түзегенде ақылдың өткелінен өткізіп, 2 дипломға жазылмаған санадағы сабақтарды қайта парақтап қайран қаласың. Біздің өлкеде мұғалімді тәтей дейді. Менің тәтейім әрқайсымызды жақсы танитын. Тек білімің емес, мінезің, отбасы жағдайың, қызығушылығың, бәрін. Бірде бәрімізге жағдайы нашар отбасынан шыққан балаға дәптер қалам сыйлатып, бірде үлгерімі төмен оқушыға озаттарды көмектестіріп, кітабы жоқ оқушыларды үйі жақын сыныптасымен қосақтап, тақтайға дойбы тақтасын сыздырып ойнатып, бізді жанашырлыққа, жомарттыққа, елгезектік пен мейірбандыққа, қала берсе шығармашылыққа тәрбиелепті. Тәтейім мен үшін ақыл-парасаттың ең бір мінсіз үлгісі іспеттеді. Бәлкім тарыдай болып табалдырық аттаған әрбір балаға ұстаз Құдайдан кем көрінбейтін шығар. Айтқанын бұлжытпай орындаймын, алғаным бестік, жазуым маржандай әдемі. Өзім тіпті момақанмын. Өйткені қан жайлау мен қара қыстауда өскен қара домалақпын. Мектепке алғаш келгенде сөмкеден суырып алған дәптер қандай таза болса, малшының баласы да сондай таза, қулық сұмдықтан ада болады екен. Ауылда өскен қуақы балалар бірге бір шығасың ба десе, ол не екен бірінші түсіндірші деп томпиып тұратынмын. Түсіндірсе де, жоқ, киімім былғанады, сосын апам ұрсады деп жүре беретінмін. Ол аздай тіпті биологиялық әкемнің нақты кім екенін мектепке келерде білдім. Үлкенді сыйлайтын ұстазым сыныпта шал кемпір баққан балалардың туу туралы куәлігін көрсетпейтін. Тіпті тегімізді ғана айтып, пәленшенің ұлы деп шақырмайтын. Не керек? Атасы мен апасының пұшық баласы үлгілі оқушы болдым. Бір күні сабақ үстінде терезеден атамның мектеп қашасына ат байлап жатқанын көрдік. Торатының айылын босатып, тізгінін түріп, тобылғы сапты қамшысын қонышына қыстырып, маң-маң басып мектепке келеді. Сәлден кейін сыныптың есігі айқара ашылды да, ұзын шекпен киген тау тұлға кіріп келді. Біз таудың етегінде шашылған майда тастар секілді болдық та қалдық. Алдын ала жаулығын түзеп, қолының борын сүртіп қамданып отырған тәтей сәлемін салып, саулығын сұрап, атамның орындығын дайындап бәйек болды. Атасы сабаққа қатысуға келіпті деп менен сабақ сұрады. Таңдайым тақылдап сабақ айттым. Артынан мені мақтап, атасының баласы деп мерейімді бір өсіріп тастады. Атам торатының жамбасын қамшысымен майда ғана сипап, майда желіске салып, терезенің торына сіңіп бара жатты. Сол күні мен үйге ертегідегі ұшқыш кілеммен келгендей көкпен қалықтап келдім. Көңілімде ерекше мақтан, бәрін білетін тәтей дегеннің өзі менің атама басын иіп құрметтейді екен. Онда менің атамнан мықты адам болмағаны ғой, ә? Балалық-ай. Сонда тәтейдің бізге білім деген сары майға тәрбиенің талқанын араластырып беріп жүргенін қайдан біліптік?